Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен хит болған маклубе тамағын жасайтын боламын. Ол үшін картобымызды, сәбізімізді және пиязымызды аршып, тазалап, жуып алғаннан кейін видеоға сәйкес етіп турайтын боламыз. Тым жұқа емес, сәл қалыңдау етіп турасаңыздар дұрысырақ болады, себебі әрқайсысы жеке-жеке қуырылатын болғандықтан өзінің көлемін сақтап тұрғаны абзал. Пиязымызды да сәл қалыңдау етіп тураймыз. Барлығын араластырмай, жеке-жеке бөлектеп қоятын боламыз. Келесі кезекте қызып тұрған табамыздың ішіне сұйық май құямыз, кез келген тағам жасайтын. Ішін қыздырам дегенше етімізді қуыруға кастрюль аламыз, кастрюльдің ішіне де қуыратын майымызды құямыз. Етімізді тұздап аламыз. Тұздалмаған ет жылқының еті болғандықтан мен бірден ыдыстың ішінде тұздап, жақсылап араластырып алғым келді. Содан соң табамыз қызғаннан кейін жақсылап қуыруды бастаймыз. Жақсылап маймен бір араластырамыз астына күймес үшін. Содан соң бетін жауып, кәдімгі бұқтырып піскенше қойып қоямыз. Арасында екінші табамыздағы майымыз қызды және сол қызып тұрған майға картоптарымызды екі жағынан қуыруға салып қоямыз. Мінекей арасында қақпағын ашып араластырып тұрамыз және екі жағынан қуырылған картоптарымызды майдан сүзіп аламыз. Картоптарға да аздап тұз сеуіп тұрамыз қуырылу барысында және екі жағынан қуырылған қызарған картоптарымызды сүзіп алып отырамыз майын ағытып. Содан соң барлығын жасап, екі жағынан қуырып болғаннан кейін сәбізімізді қуыратын боламыз. Сәбізіміздің араластырып қуырсақ та болады және сәл жұмсарғаннан кейін міндетті түрде майынан сырғытып сүзіп аламыз. Майымызды қалдырамыз ішінде. Содан соң светофор перец барынша ұзынша етіп турайтын боламыз және ақырындап майға қуырамыз. Оған да кішкене аздап тұз себеміз. Барынша максимально тұзымызды дәмі кіру үшін ғана сепкендеріңіз абзал, қатты тұзды етіп жібермегендеріңіз маңызды. Светофор перецті қатты оттап жырлатып қуырып алғаннан кейін бірден сүзіп аласыздар, себебі жұмсарып кетеді. Содан соң пиязымызды ішіндегі қалған майға қуыратын боламыз. Егер майыңыз аз болса, аздап қосуыңызға да болады. Бұған да аздап тұз себеміз, бұрыш себеміз. Барынша дәмін кіргізіп жасағандарыңыз дұрыс, себебі біздің жасайын деп жатқан тағамымыз алдын ала майға қуырылып жартылай пісіріліп алғандықтан басқа кезде тұз сеуіп үлгермейтіндіктен осылай дайындалады. Ең астыңғы бірінші қабатына біз пиязымызды қуырылған салып аламыз. Біркелкі етіп тегістеп табамыздың астына жайып шығамыз. Табамыз міндетті түрде жіңішке және биіктеу болғаны дұрыс. Содан соң күрішімізді аламыз. Күрішіміз аздап жабысатын күріш болғаны дұрыс. Дүкендерде шлифованный деп айтып жатады, сондайды алмай кәдімгі баракат, камалина деген сияқты күріштерді алсаңыз болады. Мінекей граммымызды өлшеп алғаннан кейін міндетті түрде тазалап жуып аламыз. Жуылған күрішімізді аздап табамызда қуырып аламыз. Аз ғана түбіне майын және тұзын сеуіп қуырып алатын боламыз. Мінекей көріп отқандарыңыздай барлығын араластырып, барынша бұқтырып, күйдіріп алмастан аз отта пісіргеніміз дұрыс болады. Әзірге күрішіміздің бетін жауып булануға қоямыз және ары қарай біздің слойларымызды салуға кірісеміз. Табамыздың астыңғы слойы пияз болса, содан кейін ақырындап етімізді жартылай уже пісіп қойған етімізді саламыз. Бізде ет өте көп болды, аздап салсаңыздар да дәмді болатыны сөзсіз. Содан кейін келесі қабатымызда бізде сәбіз, одан кейін светофор перец қосамыз. Барлығын тығыздап қолмен басып шығамыз. Қолмен немесе басқышпен бассаңыздар да болады. Бастысы өзінің формасын сақтап, бос орын қалмағандығында. Содан кейін картопымызды саламыз. Картопымызды әдемі реттілікпен шет-шетін қабырғасын дұрыстап алып салғанымыз дұрыс.
Тағамымызды ашқан кезіндегі жалпы көрініс әдемі болу үшін міндетті түрде қабырғаларының тегістігі және біркелкілігі маңызды болады. Және бұл картоптардың үстінен де тығыздап, бос ауа қалдырмай қолымызбен басып, немесе ыдыспен, тарелкамен басып тығыздағандарыңыз дұрыс болады. Содан кейін осының үстіне біз жартылай бұқтырылған күрішімізді саламыз. Міндетті түрде басып, басқышпен әбден тығыздап салғанымыз дұрыс болады, формасы сақталып тұру үшін. Және ары қарай жарты 1 сантиметр күрішіңіздің пісуіне қарай су құйып, баяу отқа бұрқылдатып қайнатып қоямыз булап. Содан соң бірден салатымызға кірісеміз. Салатымыздың ішіне тұз, бұрыш, маймен араластырып, соевый соус қойсаңыздар да болады. Міндетті түрде маңызды емес, дәмді болу үшін барынша өзіңіздің жасап жүрген салаттарыңыз сияқты жасасаңыз да дұрыс болады. Содан соң бізде турецкий айран уже тұзды болғандықтан мен сіздерге көрсетпедім, бірден баклажкамен құйып жібердік. Ал егер сіздерде кәдімгі үйдің айраны немесе магазиннің айраны болса, аздап тұз сепсеңіздер өте дәмді, қышқыл дәм беріп отырады. Содан соң мінекей біз дайын болған тамағымызды осылай төңкеріп, ақырын ғана астынан ұрғылап, содан соң кастрюлемізді астынан жоғары қарай көтеріп, ақырын формасын құлатып алмастан ашатын боламыз. И вуаля, мінекей біздің тағамымыз дайын болды, ас болсын. Бізбен бірге дайындап, каналымызға жазылуды ұмытпаңыз.